Сәлем достар, бүгін гүл самса жасаймыз. Қамырымызды дайындау үшін ұнға дрожжи қосамыз, менде юва дрожжи және жылы су қосамыз. Кейін тұз, 20% дүкеннің қаймағы, май және жұмыртқа қосып қамыр илейміз. Дайын болған тестімізді жарты сағатқа бөлме температурасына қоясыздар. Одан артық ұзаққа ұстамаймыз. Енді салмасын дайындаймыз. Мен тауық етін, картошка және пияз қостым. Салмасын өз қалауыңызша дайындасаңыздар болады. Жақсылап тұз бен бұрышымызды қосып араластырамыз. Енді қамырымызды алып, шамамен 50 граммнан бөліп шығамыз. Қыздар, осы самсаны дайындауға қажетті барлық ингредиенттер төменде описаниеда көрсетіліп жазылған. Қамырымыздан шариктер жасаймыз, кейін оқтаудың көмегімен осылай жаямыз. Қатты қалың да, қатты жұқа да қылмайсыздар. Барлығын осылай жайып шығамыз. Мен үнемі осы поклан қағазын қолданамын. Протеинге поклан қағазын жаямыз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Пешіміз қызғанға дейін самсамызды осылай түйеміз. Салмасын салып, осылай сұқ саусағыңызды қозғалтпайсыз. Қалған қамырды осылай бір жерге әкеліп жиямыз. Және мұқият қыздар қысып бүресіздер, өйткені ол піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Дәл осылай видеода көрсеткендей жасасаңыздар, ашылмайды, жақсы болып піседі. Дайын болған самсамызға жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Баттастырып жағу міндетті емес. Осылай жан-жақтарына аздап жағып шықсаңдар жарайды. Енді осы самсамыздың бетіне әсемдік үшін өз қалауыңыз бойынша кунжут себесіздер. Дайын болған самсамызды 180 градуста 35-40 минутта дәл осылай пісіріп аламыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Дария. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер.